Баршаңызға сәлем, дәмді кеңестер каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өте дәмді жаңа жылдық салат дайындайтын боламын. Кез келген дастарханның көркін ашатын осы салатты міндетті түрде сіздерде дайындауға кеңес беремін. Ең алдымен піскен көкөністеріміздің барлығын ашып, осылай пышақпен ұсақтап турап аламыз. Салатымызға қажетті барлық заттардың мөлшерін мен төменге жазып қалдырамын. Бұл салатқа сіздер тұздалған қияр немесе свежий кәдімгі балғын қиярыңызды қоссаңыз да болады. Менде балалар тұздалған қиярды жемейтін болғандықтан мен осы балғын қиярды пайдаландым. Және асылған жұмыртқа және колбасаны пайдалануды ұсынамын. Колбаса менде вареный, яғни асылған колбаса. Колбасамызды, жұмыртқамызды, барлық көкөністерімізді турап алғаннан кейін ыдысымызды дайындап алып, осылай ыдысқа саламыз. Ең алдымен колбасамызды, картофелімізді, сәбізімізді және қиярымызды, ең соңында жұмыртқамызды салып, кішкене дәміне қарай тұз салып, және мен осындай консервіленген горохты пайдаландым. Майонез қосқаннан кейін барлығын жақсылап қасықпен немесе осындай лопатканың көмегімен салатымызды араластырып аламыз. Бізде осындай салат дайын болды. Енді осы салатымызды ыдысымызға жинаймыз. Ең алдымен таза тарелкамызды осылай қойып, оның үстіне кәдімгі торт дайындайтын формамызды қоямыз. Форманың көлемін сіз тарелканың мөлшеріне қарай осылай дәлдеп белгілеп алсаңыздар болады. Ортасына стакан немесе мен осындай лимон салатын салғыштың қақпағын пайдаландым. Енді салатымызды осының үстіне реттеп, тегістеп салып шығамыз. Лопатканың көмегімен қалауыңызша басып, осылай реттеп, әдемілеп аламыз. Ыдысымыздағы барлық салатымызды салып алғаннан кейін осылай форманы шығарып аламыз. Енді ортасындағы стаканыңызды немесе мына қақпақты мен алып, бетін укроптың көмегімен, аскөктің көмегімен осылай әдемілеп шықтым. Енді ең соңында салатымыздың үстіне аршылған гранаттың осындай дәндерін сеуіп шықтым. Осылай салатыңызды сәндеп дастарханға қоюға болады. Бұл дастархан көркін ашатын өте дәмді салат ас болсын.